Денис Теннің өліміне қатысы бар Жанар Толыбаева түрмеден шықты. Бұл туралы Экспресске жазды. Оқиға былай өрбіді. Осыдан 4 жыл бұрын Денис өз көлігінің терезесін ұрламақ болған бұзақыларды байқап қалады. Спортшы қылмыскерлерді ұстамақ болады. Артынша бұзақылардың бірі Дениске пышақ сұғады. Дәл осы уақытта Жанар Толыбаева олардың қасында болған. Жанар Толыбаева қылмыстық кодекстің 434 бабы қылмыс туралы хабарламау бойынша 4 жылға бас бостандығынан айырылады. Ал ұрылар Нұралы Қиясов пен Арман Құдайбергеновтың қылмысы дәлелденіп, 18 жылға сотталады. Сол уақытта қылмысқа қатысы бар деп танылған әйелдің аяғы ауыр еді. 2019 жылы ол дүниеге ұл бала әкеледі. Жанар Толыбаеваның сөзінше, сәбидің әкесі Арман Құдайбергенов. Марқұм Денис Теннің анасы да дау ортасында. Оксана Тен Ұлттық конькишілер федерациясының вице-президенті. Жақында оның үстінен жаттықтырушылар шағым жазды. Онда Оксананың барлық шешімдерді өзі қабылдап, ешкіммен ақылдаспайтын